бір адамдар өзінің пікірмен, ойымен тәкаппарланады. Менің пікірім осы деді. Менің ойым осы. Сендер бұған жетпейтіп, қайтадан озат болуын қайтадан тәкаппар кетіп қалады. Бәлкім ақшасы бірдей шығар халықпен, мүмкін төмен шығар. Бірақ оққаннан кейін бәрі сіздің пікір қалай деп сана түсетін болып қалған шығар. Адам соған түсіп кетіп, қайтадан тәкаппарлыққа түсіп кетеді. Қайтадан шайтан Аллаға уәде бергендей, бұл адамды сен бекерден бекер жараттың. Бекер екенін дәлелдеп берем. Бұлардың алдынан да, артынан да, оңынан, сонынан да келем. Азғырам, айтамын. Бұларды соншалықты бұларды сендірем, бұлар тайып кетеді, мен соңына ереді. Саған бағынбайды дегендей уәдесі бар. Сол сияқты сен бәлкім арақ ішпейсің, бәлкім сен боқтамайсың, оның үстіне қоса сен намаз оқисың, бірақ та тәкаппарлығың бар. Біліміне сүйеніп кеттің, тәкаппарланып кеттің. Біреуінің ақшасы көп болуы мүмкін, тәкаппарлыққа жол ашылады. Біреуінің көлігі жақсы, қымбат, әдемі болуы мүмкін. Біреудің киімі әдемі болуы мүмкін. Шында да, мына бет қарағанда қарапайым киінген, менікі мына 100 адам киген киімнен мен аян бір туфлиім артықтып ойлауы мүмкін. Оның бәрі шайтан салады. Артық та шығар, бірақ тәкаппарланба. Жұмыс істейсің, ақша табасың. Алуға шамаң бар. Ал кейін өзін киіп, өзін тоздыр дейміз. Бірақ өзін жоғары санама. Қарапайым болып жүр дейді. Неліктен? Адам осылай нәрсесімен тәкаппарланатын болса, қасындағы жүргендердің ашуын, ызасын тудырады. Сосын ашуланғаннан кейін бәрі періште емес, біреу болмай бір нәрсе айтып қалады. Сенде шаман белгілі. Оған сол деңгейде жауап бергің келеді. Немесе одан да артық асырып жауап берген, нәтижеде аяғы сотпен, түрмемен, Құдай сақтасын, өліммен аяқталуы мүмкін. Барлығы осы ашу, бірақ ашуға апаратын жолдар тәкаппарлық дейді. Осы нәрселерді. Тәкаппарлыққа қандай нәрсе апарады? Нәпсіге ие болмаған. Киіммен, ақшасымен. Міне осы нәрселерді біз ұмытпай, киім алсан да, көлік алсан да, мін, іш, кейін, бірақ мақтанба, тәкаппарланба дейді. Не үшін киім сатып алдың? Не үшін қымбат көлік сатып алдың? Көрсету үшін ба, айтсын, қандай бай, керемет деген. Сен қателесің, шатасың. Алланың қаһарына ұшырайсың деген сөз. Сенбесең, істе, одан көресің. Бұл өмірде абыройдан айырыласың. Ақиретте Алла Тағала айтады, міндетті түрде тәкаппарлықты Алла Тағала ұнатпайды дейді. Екінші аятта хадис құдсиде айтады, кім тәкаппарлықпен таласса, мен оны міндетті түрде жаһаннамға, тозаққа тастаймын дейді. Олай болса, Алланың ашуына келтіретін нәрселерден сақ болып, абай болуымыз керек. Кім ілім алғанда, ілім оқып үйренеді. Білімділермен, ғалымдармен бәсекеге сөз таластыру үшін. Мен қазір аузын жауып тастайым, мен оған мынандай нәрсе айтам деп. Немесе білімсіздермен сөз тартысу үшін дейді. Мен оларды өшірдім, білімдер жоқ, айттым деп. Сол үшін адам баласы ілімді үйрететін болса дейді, Алла Тағала қаһарланып оны тозақтың отына тастайды дейді. Ондай ниетпен оқуға болмайды. Өзінікі бір хадисте тағы бар, өзінікі дұрыс болса да дейді. Сіздікі дұрыс айтып тұрған нәрсеңіз. Десе де дейді, дұрыс болса да сөз таластыруын тоқтатса, жәннат ішінен орын алуына кепілі боламын дейді пайғамбарымыз. Сіздікі дұрыс. Айтқыңа кеп тұр. Бірақ нәтижеде мына жерде сіз сияқты ойлап тұрған шамалы бір ши шығып кетейін деп тұр. Ақиқатты айтам, білсін деп тұрсыз ғой мына жерде. Бірақ та сіздің ойлағаныңызды басқаша қабылдап сөз тоқтатсаңыз, үндемей қойсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сізге айтады, жәннаттың ішінен
жұмақтың ішінен орын алып беруге мен кепіл боламын ол адамға, гарантпын дейді. Әзілдеп болсын, өтірік айтпаса, намекпен бүйтіп былай айтқан жоқ, бірақ бұрып қойдым деп айтамыз ғой кейде біз. Бір әншейін былай бір ойынмен былай білсін деп. Олай болса да сен тапқырлығын жетіп тұр, әрине. Үндемей қалдың дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Жәннаттың ортасынан орын алуына кепілмін дейді. Жаңа жәннаттың ішінен деді ғой. Біз білмейміз қай жерден екен. Мына жерде жәннаттың ортасынан дейді. Жәннаттың ортасынан дейді. Альхамдулилля. Не үшін? Әзілмен болса да сіздікі дұрыс болып тұр. Тікелей айта алмадым. Косвенно айтамын деп былай. Жанымен өтіп шығамын деп. Әзіл деп айтам дедім ба, тоқтап қалдым. Жәннаттың орнынан саған орын алып беремін деді. Саған алып беремін деп тұрғандай, именно сізге айтып тұрғандай, солай қабылдаңыз. Жай сахабалардың бірін айта сал деген сөз емес. Тіпті хадистерді, ислам білесіздер, Құран тек сахаба мұсылмандар түскен жоқ қой. Ақыры заманға дейін бүкіл адамзатқа келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистерде сол қасында жүрген сахабаларға, немесе сол яхудилерге, кәпірлерге айтылған сөз емес. Қиямет кейін кім келеді? Бәріміз айтылған сөз. Оның ішінде осы мешітте отырған біздерге де арналып отыр. Сізге де, жеке басқа сізге де арналып тұрған сөз. Солай қабылдауымыз керек. Егер де әзілдеп болса да, ұстап қалса үндемесен, жәннаттың орнынан орын алып беруге кепілмін. Не деген сөз? Альхамдулилля.